Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерменен үй жағдайында творожный пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға салқын майымызды салып, үккіштен өткізіп аламыз. ұн мен майымызды жақсылап осылай илеп аламыз. Шекерімізге бір жұмыртқамызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Енді осыны қамырымыздың үстіне құйып, үстінен разрыхитель салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Творогымыздың үстіне шекерімізді және 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен қолдың творогын қолдандым. Егер сіздерде болмаса, дүкеннің 9% творогын қолдануға болады. Енді пирогымыздың бетіне себетін ұнтағымызды дайындаймыз. Ол үшін шекерімізге ұнымызды, майымызды салып, жақсылап дәл осындай ұнтақ қылып аламыз. Формамыздың астына пергамент қағазын салып, үстіне холодильниктегі қамырымызды жақсылап бір тегістетіп жайып шығамыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей дәл осындай етіп орналастырып шығамыз. Енді үстіне творогымызды салып, бір тегістетіп жайып шығамыз. Үстінен дайын ұнтағымызды дәл осылай сеуіп шығамыз. Енді пирогымызды 180 градус пеште 40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет.